Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз тотығу тотықсыздану реакцияларына қайта ораламыз. Тотығу тотықсыздану реакциялары бұл тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш арасындағы электрондардың ауысатын реакциялар болғандықтан, кейбір тотығу тотықсыздану реакцияларын біз электр ток көзі ретінде қолдана аламыз, ал кейбір тотығу тотықсыздану реакциялары электр тогы арқылы ғана жүре алады. Бізге күнделікті өмірде кездесетін көптеген заттар электрохимиялық реакциялармен, яғни тотығу тотықсыздану реакцияларымен тура немесе жанама байланысқан. Ең қарапайым мысал бұл пульттегі, телефондарымыздағы, ноутбуктарымыздағы литий-ион батареялары. Литий-ион батареясы бұл электрохимиялық жүйе болып келеді. Электрохимиялық жүйе не екенін түсіну үшін біз электрохимиялық жүйенің екі түрі, бұл гальваникалық және электролиттік элементтерді талдап, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіну керекпіз. Сол себепті біз бұл видеода электрохимиялық жүйелердің екі түрі, гальваникалық және электролиттік элементтермен танысып, оларды салыстырып, олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдап, бір-бірінен айыруды үйренеміз. Бұл видеоның мақсаты гальваникалық және электролиттік элементтерді бір-бірінен салыстырып айыра білу. Алайда болашақта біз осы екі электрохимиялық жүйелермен тереңірек танысып, олар бойынша бөлек видео жүктейміз. Бірінші гальваникалық элементтен бастайық. Гальваникалық элемент өздігінен жүретін тотығу тотықсыздану реакциялары нәтижесінде электр тогы пайда болатын электрохимиялық жүйе. Қарапайым гальваникалық элемент жартылай өткізгішті мембранамен бөлінген бір ғана электролиттен тұруы мүмкін, немесе мына сызба нұсқада көрсетілгендей, күрделі нұсқада гальваникалық элемент тұз көпіршесі арқылы қосылған екі бөлек жартылай ұяшықтан құралады. Гальваникалық элементтің әрбір осындай бөлімі жартылай ұяшық деп аталады. Ал сым арқылы қосылған металл тақтайшаларын біз электродтар деп атаймыз. Электродтардың екі түрі болады, бұл анод және катод. Гальваникалық элементте анод теріс зарядталған, ал катод оң зарядталған болып келеді. Сонымен қатар жартылай ұяшықта металл электроды сол металлдың ерімтал тұз ерітіндісіне батырылады. Мысалы, мына сызба нұсқада мырыш аноды мырыш нитрат ерітіндісіне батырылған. Бұндай жағдайда металл электроды тотығу немесе тотықсыздану жартылай реакциясына қатысады. Алайда кейбір жағдайда металл электроды тотығу немесе тотықсыздану жартылай реакциясына қатыспай, тек қана электрондарды өткізу үшін қолданылса, бұндай электродтарды біз инертті электрод деп атаймыз. Гальваникалық элементте бір жартылай ұяшығында тотығу жартылай реакциясы жүреді, ал екінші жартылай ұяшықта тотықсыздану жартылай реакциясы жүреді. Енді мына сызба нұсқадағы тотығу тотықсыздану реакциясын талдап өтейік. Анод жартылай ұяшығында анод электроды мырыш металлынан жасалған. Электродтағы мырыш атомдары мырыш 2+ ионына дейін тотығып, екі электроннан айырылады. Және бұл тотығу жартылай реакциясында түзілген мырыш 2+ иондары электролит ерітіндісіне өтеді. Мырыш атомдарынан айырылған екі электрондар анодтан катодқа қарай мына сым арқылы өтіп, катод жартылай ұяшығында орналасқан электролиттегі иондар бұл екі электронды қабылдап, тотықсыздану процесі жүреді. Мысалы, мына электролит ерітіндісінде сутек иондары екі электронды қабылдап, сутек молекуласына дейін тотықсызданады. Және мына суретте көрсетілген біз мына көпіршіктер бұл сутек молекуласына сәйкес келеді. Тотығу және тотықсыздану жартылай реакцияларын қосып жазсақ, бізде мынандай тотығу тотықсыздану реакциясы шығады. Бұл тотығу тотықсыздану реакциясы өздігінен жүретін реакция, және реакция кезінде электрондар анодтан катодқа қарай тартылған кезде электрондардың сым бойындағы қозғалыс нәтижесінде электр тогы пайда болады. Пайда болған электр тогының кернеуін біз вольтметр арқылы өлшей аламыз. Яғни қайталап кетсек, гальваникалық элементте өздігінен жүретін тотығу тотықсыздану процесі жүретіндіктен және электр тогы пайда болғандықтан гальваникалық элементтерді біз тұрақты электр тогы көзі ретінде пайдалана аламыз. Енді гальваникалық элементтің құрамдас бөліктерін тағы да талдап кетейік. Біріншіден, гальваникалық элементте өздігінен жүретін тотығу тотықсыздану реакция кезінде электр тогы пайда болғандықтан
біз электр тогының кернеуін вольтметр арқылы өлшейміз. Сондықтан зертханада құралған гальваникалық элементтердің құрамында вольтметр болады. Гальваникалық элементте сонымен қатар анод бізде теріс зарядталған, катод оң зарядталған. Бұның себебі жаңа айтқандай электрондар анодтан катодқа қарай өтетін болғандықтан, электрондар бізде теріс зарядталған, сондықтан электрондар бізде оң зарядталған катодқа қарай тартылады. Келесі, әрине электродтар бізде электролиттерге батырылу керек. Және үшіншіден, кейбір гальваникалық элементтерде осы сызба нұсқада көрсетілгендей тұз көпірі болады. Ал енді электролиттік элементті талдайық. Гальваникалық элементпен салыстырғанда электролиттік элемент бұл өздігінен жүрмейтін тотығу-тотықсыздану реакциясын жүргізу үшін электр энергиясын пайдаланатын электрохимиялық жүйе. Яғни электролиттік элементте жүретін процесс бұл өздігінен жүрмейтін тотығу-тотықсыздану реакциясы. Мысалы, мына теңдеуге назар аударайық. Бұл теңдеуде натрий хлоридінің балқымасы натрий металы мен хлор газына ыдырап жатыр. Бұндай процесс әрине бізде стандартты жағдайда жүрмейді. Алайда, егер біз натрий хлорының балқымасын алып, сол балқымаға екі электрод батырып, электр тогын өткізсек, бізде мына процесс жүреді. Және осындай процесстерді біз электролиз деп атаймыз. Яғни электролиттік элементтерде әрдайым сыртқы қуат көзі немесе кернеу көзі болу қажет. Гальваникалық элементпен салыстырғанда электролиттік элементте электродтар балқытылған немесе сулы электролит бар бір ұяшыққа орналастырылады. Сонымен қатар сыртқы қуат көзі электрондарды тізбек арқылы өткізетіндіктен электродтар, яғни анод және катод, батареяның оң және теріс терминалдарына сәйкес келеді. Анодта тотығу жартылай реакциясы жүретіндіктен анод оң терминалға, ал катодта тотықсыздану процесі жүргендіктен катод теріс терминалға қосылады. Яғни бұл электролиттік элементтің гальваникалық элементтен екінші айырмашылығы. Назар аударыңыз. Электролиттік элементте анод оң зарядталған, ал гальваникалық элементте анод теріс зарядталған. Тап солай, электролиттік элементте катод теріс зарядталған, ал гальваникалық элементте ол оң зарядталған. Бұл зарядтарды оңай былай жаттап алуға болады. Электролиттік элементте анодқа аниондар тартылады. Аниондар бізде теріс зарядталған иондар, сондықтан олар оң электродқа тартылу керек. Сол себепті анод бізде оң. Ал катодқа катиондар тартылады. Катиондар бізде оң зарядталған, яғни оң зарядталған иондар теріс зарядталған электродқа тартылу қажет. Енді мына сызба нұсқада электродтар натрий хлорид балқымасына батырылған. Натрий хлорид балқымасы натрий плюс және хлор минус иондарына диссоцияланады. Және электр тогын өткізген кезде бізде хлорид иондары анодқа тартылады және натрий катиондары катодқа тартылып, анодта бізде тотығу процесі жүреді хлор минустан хлорға, ал катодта бізде тотықсыздану процесі жүріп, натрий иондары натрий металына дейін тотықсызданады. Енді осы екі тотығу және тотықсыздану процестерін қосып жазатын болсақ, бізде мынандай теңдеу пайда болады. Бұл теңдеу бізде жаңа айтқандай электролиз теңдеуі. Енді гальваникалық және электролит элементтер арасындағы айырмашылықтары мен ұқсастықтарын талдап кетейік. Біріншіден, гальваникалық элементте жаңа айтқандай өздігінен жүретін тотықсыздану процесі жүреді. Гальваникалық элементте анод бізде теріс зарядталған, катод оң зарядталған. Сонымен қатар гальваникалық элементте өздігінен жүретін тотықсыздану процесі жүретіндіктен гальваникалық элементтер кернеу көзін қажет етпейді. Себебі гальваникалық элементтердің өзі электр тогының көзі ретінде пайдаланылады. Енді электролиттік элементте бізде өздігінен жүрмейтін тотықсыздану процесі жүреді. Электролиттік элементте анод оң зарядталған, ал катод теріс зарядталған. Жаңа айтқандай, оң анодқа теріс зарядталған аниондар тартылады, теріс катодқа оң зарядталған катиондар тартылады деп жаттап алуыңызға болады. Үшіншіден, электролиттік элементте өздігінен жүрмейтін тотықсыздану процесін жүргізу үшін бізге кернеу көзі қажет, яғни батареялар қажет. Енді ұқсастықтар. Бірінші ұқсастық бұл
екі электрохимиялық жүйелерде де анодта тотығу процесі жүреді, ал катодта тотықсыздану жартылай реакциясы жүреді. Және екінші ұқсастық бұл екі электрохимиялық жүйеде электролиттерге батырылған электродтардан құралған. Енді келесі жаттығу есепті шығарып көрейік. Төменде көрсетілген электрохимиялық жүйелердің схемалары бойынша олардың гальваникалық немесе электролиттік жүйеге жататынын анықтаңыз. Бірінші суреттен бастайық. Бірінші суретте мыс және күмістен жасалған екі электрод берілген. Мыс бізде көріп тұрғандай теріс зарядталған электрод және күміс бізде оң зарядталған электрод. Бұл екі электрод вольтметр арқылы байланысқан. Мына вольтметр бізде электр тогының кернеуін көрсетіп тұр. Сонымен қатар екі жартылай ұяшық бізде тұз көпірі арқылы байланысқан. Бұл электрохимиялық жүйеде кернеу көзі жоқ, тек қана вольтметр орналасқан. Сондықтан бұл электрохимиялық жүйе бізде гальваникалық жүйе болып келеді. Гальваникалық жүйеде өздігінен жүретін тотығу тотықсыздану процесі жүретіндіктен бізде электрондар анодтан катодқа қарай өтіп жатады. Екінші суретте бізде көріп тұрғандай батарея берілген және батареяға екі электродтар қосылып тұр. Ол электродтар купрум хлор 2 ертіндісіне батырылып тұр. Бұл электрохимиялық жүйеде бізде кернеу көзі болғандықтан бұл бізде электролиттік жүйе болып келеді. Яғни бұл электролиттік жүйеде купрум хлор 2 ертіндісінің электролизі жүреді. Келесі суретте бізге күміс электроды күміс нитраты электролитіне батырылып тұр және екінші электрод бізде көрсетілмеген материалы. Бұл екі электрод батареяға қосылып тұр. Мына белгі бұл кернеу көзінің белгісі болып келеді. Бізде тағы да бұл жерде кернеу көзі орналасқандықтан біз оны электролиттік жүйе деп айта аламыз. Және соңғы суретте бізде екі электрод берілген. Олар сым арқылы вольтметрге қосылған. Бұл бізде вольтметрдің белгісі. Және әрбір электрод сол металға сәйкес келетін сол металдың ерімтал тұзының ерітіндісіне батырылып тұр. Екі жартылай ұяшық бізде сонымен қатар тұз көпірмен қосылып тұр. Бұл электрохимиялық жүйеде кернеу көзі жоқ, вольтметр болғандықтан бізде бұл гальваникалық жүйе болып келеді. Енді қорытындылай келетін болсақ, бұл видеода біз гальваникалық және электролиттік элементтерді бір-бірінен салыстырдық. Олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдадық және мына жаттығуда біз берілген схемалар бойынша гальваникалық және электролиттік жүйені табуды үйрендік. Видеоның басында айтып кеткендей, болашақта біз гальваникалық және электролиттік жүйемен тереңірек танысып, әрбір осы жүйені талдап, бөлек видео жүктейміз. Бұл видео сізге ұнаса лайк батырмасын басыңыз, біздің каналымызға жазылып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуға болады.